Ардақты досымыз, ақ халатты абзал жан, Дүйсенов Азамат Қинаятұлын 50 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 50 деген ердің жасын еңсеріп, еңбегіңмен сен келесің тер төгіп. Армандардың аттанғанда шыңына, қызыр өзі болсын саған жол серік. Отбасының берекесін қамдаған, бар өмірін жақсылыққа арнаған, сен де жанға Алла өзі дем беріп, қиын кезде қуат беріп қолдаған. Құтты болсын қуанышты той күні, саған шуақ шашсын күн мен ай нұры, әрбір күнің мерекеге айналып, ұрпақтарың көрмей өссін қайғыны. Біздің досымыз әрдайым қасымыздан табылатын керемет адамдардың бірі. Азамат Қинаятұлы ердің жасы 50-ге келіп, жігіт ағасы атанып отыр. Осы мерейтоймен бір топ студенттік шақтан бірге келе жатқан группалас және отбасылық достар атынан шын жүректен құттықтаймыз. Азамат парасаты мол, өресі кең, бір туар азаматтардың бірі. Ол қазіргі Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Сергеевка ауылында Қинаят Бегалы ағамызбен Күләш Мәмбетова апайымыздың отбасында ата-анасын қуантып дүниеге келген тұңғыш сәби. Ізінен ерген 3 бауыры Талғат, Аслан, Қайрат есімді азаматтар бар. Бала кезінен елгезек досымыз 1981 жылы бұрынғы Торғай облысы, Қима ауданы, Балталы орта мектебінің табалдырығын аттап, сол жылы бағы жанып, Қарағанды медицина университетіне оқуға түседі. Біздің достығымыз сол студенттік шақтан басталса, қазір біраз дәрігерлер қауымы отбасылық достар болып, әлі күнге дейін жұбымыз жазылмай, араласып келеміз. Мың 1998 жылы Семейдің ең керемет сұлу қызын алып келіп үйленіп, шаңырақ көтереді. Жас отбасында 1999 жылы Дәулет, 2003 жылы Дариға, 2012 жылы Дәрия, 2016 жылы Аружан дүниеге келіп, ата-анасын шын бақытқа бөлеген еді. Еңбек жолын интерн дәрігер ретінде 1999 жылы бастаған еді. Жас келсе іске деп жалындап тұрған жас жігіт қайнаған еңбек жолына белсене араласып кетті. Балқаш қаласы балалар ауруханасының директоры, Қарағанды облысы Бұхар Жырау ауданында аудандық орталық ауруханасының директоры, Алматы облысында орналасқан медициналық және фармацевтикалық ұйымдарды бақылау комитетінің негізгі медицина инспекторының жетекшісі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмек департаментінің директоры қызметтерін абыроймен атқарып шықты. Қазір Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің департамент директоры болып қызмет етіп келеді. Мерейлі мерейтой иесі ұлын ұяға, қызын қияға қондырған, немере сүйген аяулата. 2021 жылы қызын ұзатып, 2022 жылы алғашқы немересі Асқаров Әлихан Мадиярұлы дүниеге келді.
2024 жылы досымыздың үйінде ақ түйенің қарны жарылып, дәулет баламыз жеке отау құрып, Әзекең Павлодар елімен құда болды. Досымыз Азамат студенттік кезде қандай жайсаң жан болса, қазірде бәріміздің басымызды қосып отыратын ардақты жан. Тағы да мерейтойыңмен құттықтай отырып, мына тілегімізді жолдаймыз. Елу деген жарты ғасыр бұл өмірде, елу деген алтын той некеліге, 50 жылда ел жаңа деген сөз бар. Сол 50-ге өзің де келдің міне. Отбасы аман болып, бала шаға, солармен кенеліңіз тамашаға. Көгілдір көк аспанды елімізге, сіздердей ардақтылар жарасады.